Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді болып шығатын тауық етін духовкада дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, келесі видеоларымыз жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса отырыңыз. Бізде осындай духовкаға пісіруге арналған ыдыс. Ыдысымызға аз ғана сұйық майды құйып аламыз. Және де жақсылап жуылған тауық аяқтарын барлығын текшелеп орналастырып аламыз. Тауық аяқтарының үстіне 2 дана сарымсақты уақтап турап саламыз. Және де маринадтау үшін енді біздер 2 ас қасық бал, 2 ас қасық майонез, 1 ас қасық томат пастасы, 1 ас қасық кетчуп. Және енді дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Біз дәміне қарай тұз, паприка, және де тауық етіне арналған приправа, яғни дәмдеуіш және қара бұрыш. Барлығын салғаннан кейін біздер жақсылап араластырып 20 минутқа маринадталу қажет. Етіміз маринадталып атқанша біздер енді көкөністерімізді турайтын боламыз. Менде 1 дана сәбіз, 1 дана орта көлемдегі пияз, 4 дана орта көлемдегі картошка. Барлық көкөністі турап үстіне салып араластырып аламыз. Біздер енді оны 220 градуста қызып тұрған пешке 1 сағатқа пісіріп аламыз. Ең алдымен біздер фольгамен бетін жауып, буы шығу үшін кесіп 20 минут фольгамен пісіреміз. Ары қарай фольганы ашып тастап, қалған уақытқа пісіретін боламыз. Дайындалу өте оңай және қарапайым. Астарымыз дәмді болсын.